Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Қазақтың ежелден келе жатқан тәттісі ежегеймен істелу тәсілімен таныстыратын боламыз сіздерді. Бізге керегі сүзбе, қызыл ірімшік және қызыл ірімшіктің сары суы бөлінген ірімшіктен. Осы үшеуін араластыра отырып жаншылаймыз. Өте тәтті тағам болады бұл. Шайға керемет десерт. Үстіне құйып, жаймен деп араластыратын боламыз. Осылай араластырып. Осылай дайын болды. Енді бұны кез келген формаға салып істеуге болады. Мен бұны сықпа құрт сықылды етіп жасадым. Осының бәрін осылай жасап болғаннан кейін бір күнге кептіріп қоямыз. Бұл өте қатып қалмайды, жұп-жұмсақ болып тұрады. Шайға ішкенге күртілдеген бір тәтті керемет дәм болады. Дастарханға десерт есебінде қойсаңыздар болады. Міне осылай бәрін жасап алдым. Енді бұны бір күнге қойып қоямын. Міне біздің ежегейіміз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар.